Осы уақытқа дейін республикамыздың геологтары сәуір айының алғашқы демалыс күнін мейрам ретінде дәстүрлі түрде атап өткендерімен ресми күнтізбеде бұл нақты белгіленбеген болатын. Енді міне геология саласына үнемі назар аударып отырған елбасының былтыр шыққан жарлығына сәйкес геологтардың кәсіби мерекесі анықталып, оның аталып өтетін күні сәуір айының бірінші жексенбісі болып бекітілді. Осыған орай бүгін отандық геологтар мерекелік жиын өткізді. Қазақстандық геология тарихы өткен ғасырдан бастау алады. Ал соңғы 20 жыл ішінде бұл сала экономиканың құрамдас бөлігі ретінде түрлі күрделі құрылымдық өзгерістерді бастан өткерді. Дегенмен өтпелі кезеңді еңсеруге қажетті қалыптасқан жүйе сақталып, жер қойнауын игеру жұмыстарына инвестиция тартуға қолайлы жағдайлар жасала бастады. Бүгінде барлық өндіріс саласына қажетті минералды шикізат базасы елімізде тиянақты құрылған. Яғни кез келген салалық бағдарлама минералды шикізатқа негізделгендіктен іс жүзінде орындауға жетік көңіл бөлініп отыр. Сондықтан отандық геология өндіріске керек тау-кен секторы мен мұнай барлау жұмыстарын кеңінен жүргізіп, әлде болса, бұл бағыттағы шараларды терең пысықтап келеді. Бір сөзбен айтқанда, 2015 жылға дейін минералды шикізат базасын жетілдіру бағдарламасы қабылданды. Қаныш Сәтпаев атындағы геологиялық ғылымдар институтында геолог күніне арналған салтанатты шараға геология, геодезия және картография ұйымдарының өкілдері, сондай-ақ осы сала ардагерлері қатысты. Қазақстандық геологияның тарихы мен өркендеу кезеңі жеткен жетістіктерімен қатар алда атқарылатын жұмыстардың ауқымы кеңінен сөз болды. Осы кезге қалыптаспаған мәселелер бар. Ары қарай жағында геология ғылымын дамыту мәселесінде қандай мәселелер шешуіміз керек. Осыған байланысты қазір мен ойлаймын, қазір осы мына біздің бүгінгі салтанатты жиынымызда осы мәселелер көтеріліп, бір жағы мынау ертеңгі мынау геология саласын дамытуға бір өзіндік бір себебін тигізетін осы желіс деп өзім ойлаймын. Осы уақыт ішінде елімізде 123 пайдалы қазбал кен орындарының қорларына тұңғыш рет барлау жасалып, мемлекет есебіне қойылды. Оның 50-ге жуығы кешендік нысан, 40-тан астам алтын, 30 темір марганецті, сондай-ақ 103 көмірсутегі шикізаты шығатын орындар бар. Басқа да кен орындарының барланған қорларының негізінде 10-нан астам заманауи тау-кен металлургия өндіріс орындары іске қосылды. Мұнай-газ саласында тізбектелген кен орындары да ашылды. Сондықтан айтулы мереке қарсаңында зерделі зерттеулерін егемен елінің ертеңіне арнаған отандық геологтарды алда зор жетістіктер мен биік белестер күтіп тұр дейді мамандар. Ынтымақ Сағынбек, Марат Қарақбаев, хабар.